Сәлем достар, бірінші параграф сандық өрнектерді тепе-тең түрлендіру, үшінші топ есептері. Алтыншысы. Жерде түбір астында 45 дегенді, біз түбір астында 5 көбейтілген 9 деп жазайық. Азайтылған 20 дегеніміз 5 көбейтілген 4. Екінші жақшада 12 дегеніміз 3 көбейтілген 4. Қосылған 75-ті 3 көбейтілген 25 деп жазайық. 7 түбір астында 3 өзі тұра берсін. Бөлімінде түбір астында 5. Ал 180 дегеніміз 5 көбейтілген 36. Енді қарайық, мына жерде жақшаның ішінде 9-ды түбірдің астына шығаратын болсақ, ол 3 түбір астында 5-ке тең. Азайтылған 4-ті шығаратын болсақ, ол 2 түбір астында 5 болады. Екінші жақшада 4-ті түбірдің астынан шығарайық, ол 2 түбір астында 3-ке тең. Қосылған 25-ті шығарсақ, 5 түбір астында 3. Көбейтілген 7 түбір астында 3. Бөлімінде түбір астында 5. Қосылған 36-ны шығарсақ, 6 түбір астында 5. Тең болады. Енді есептейік. 3 түбір астында 5-тен 2 түбір астында 5-ті азайтсақ, түбір астындағы 5 болады. Көбейтеміз. 2 түбір астында 3 қосылған 5 түбір астында 3. Ол бізде 7 түбір астында 3-ке тең. Көбейтілген 7 түбір астында 3. Бөлімінде 5 түбір астындағы 5-ке 6 түбір астындағы 5-ті қоссақ, 7 түбір астындағы 5 шығады. Енді қысқартайық. 5 пен түбір астындағы 5-ті, 7 мен 7-ні, сонда қалады бізде 7 түбір астында 3 пен түбір астында 3-ті қоссақ, 3 шығады. Сонда жауабы 21 екен. Жетіншісі. Мына жерде жақшаны ашайық, е? А азайтылған Б-ның квадраты деген формуланы қолданамыз. А-ның квадраты азайтылған 2АБ қосылған Б-ның квадраты. 2-ның квадраты азайтылған 2 көбейтілген 2 көбейтілген түбір астында 5 қосылған түбір астындағы 5-тің квадраты болады. Бөлімінде керісінше басқа бір формуланы қолданамыз. Қарайық. Мына жерде 3 азайтылған 2 4 дәрежелі түбір астында 5. Ал мына жерде сол қосумен. Олай болса, А азайтылған Б, А қосылған Б деген формула бар. А-ның квадраты азайтылған Б-ның квадраты. Олай болса, бөлімінде 3-тің квадраты азайтылған 2 4 дәрежелі түбір астындағы 5-тің квадраты болады екен. Сонда 2-ның квадраты 4, азайтылған 4 дәрежелі түбір астында 5, қосылған 5-тің квадраты ол 5-тің өзі шығады. Бұнда 9 азайтылған. Мынау квадрат әр санға жеке-жеке болады. Сол себепті 2-ның квадраты 4 дәрежелі түбір астында 5-тің квадраты, ол бізде 4 пен 2 қысқарып, түбір астында 5-тің өзі қалады. 4-ке 5-ті қосамыз 9, азайтылған 4, түбір астында 5, бөлімінде 9, азайтылған 4, түбір астында 5 болады. Сонда жауабы 1 екен. 8-шісі, алымын осылай қалдырып тұрайық. 1 азайтылған 2, 4 дәрежелі түбір астында 5, қосылған түбір астында 5. Бөлімін мына жерде жақшаның ішін ашамыз. Бөлімінде жақшаның ішін ашамыз. А азайтылған Б-ның квадраты деген формуланы қолданып, А квадрат азайтылған 2АБ қосылған Б квадрат деген формуламен. Түбір астында 3-тің квадраты азайтылған 2 түбір астында 3, көбейтілген 4 дәрежелі түбір астында 45. Қосылған 4 дәрежелі түбір астында 45-тің квадраты. 1 азайтылған 2 4 дәрежелі түбір астында 5, қосылған түбір астында 5. Бөлімінде түбір астында 3-тің квадраты 3-ке тең, азайтылған 2. Мына жердегі түбірдің дәрежесі 2, мына жерде түбірдің дәрежесі 4. Мына 2-ні 4-ке келтірейік. Ол үшін 4 дәрежелі түбір астында 3-тің квадраты деп жазамыз. Көбейтілген 4 дәрежелі түбір астында 45 дегеніміз 5 көбейтілген 9.
5 көбейтілген 9 дегеніміз 3-тің квадраты. Қосылған мына жердегі 4 пен 2-ні қысқартамыз, сонда түп арасында 45 қалады. 45 дегеніміз 5 көбейтілген 3-тің квадраты. Тең. Алымын солай жазамыз. 1 азайтылған 2, 4 дәрежелі түп арасында 5, қосылған түп арасында 5. Бөлімінде 3 азайтылған 2 дәрежелі. Енді мына 4, мында 4. Олай болса, оларды бір түбірдің астына жазсақ болады. 4 дәрежелі түп арасында 5 көбейтілген 3-тің 2 дәрежесі көбейтілген 3-тің 2 дәрежесі. Қосылған мына жерде 3-тің 2 дәрежесін шығарып жібереміз. Сонда 3 түп арасында 5 болады. Тең 1 азайтылған 2, 4 дәрежелі түп арасында 5, қосылған түп арасында 5. Бөлімінде 3 азайтылған, қарайық, 3-тің 2 дәрежесі, 3-тің 2 дәрежесі, ол 3-тің 4 дәрежесіне тең. Оны түбірден шығара аламыз, Сонда 2 көбейтілген 3 болады, түп арасында 5 қалады. Қосылған 3 түп арасында 5. Тең 1 азайтылған 2, 4 дәрежелі түп арасында 5, қосылған түп арасында 5. Енді бөлімінде мына жерде 3 бар, мұнда 3 бар, мұнда 3 бар. 3-ті жақшан сыртына шығарып жіберейік. Сонда 1 қалады, азайтылған 2 түп арасында. Мұнда 4-ті ұмытып кетіптік, 4 дәрежелі түп арасында 5, қосылған түп арасында 5. Қарайық, мына жерде бөлшектің алымы, бөлімі екеусі бір-біріне ұқсайды, сол себептен оларды қысқартуға болады. Сонда жауабы 3-тен 1 екен. 9-шысы 3 дәрежелі түп арасында 5, азайтылған 3 дәрежелі түп арасында 9. Екінші жақшада біз мына жақшада ашсақ болады, а азайтылған бұның квадраты деген формуланы қолданамыз. А квадрат азайтылған 2аб қосылған б квадрат. Сонда түп арасында 32-нің квадраты азайтылған 2, түп арасында 32, көбейтілген түп арасында 8. Қосамыз, түп арасында 8-дің квадраты. Бөлімінде 3 дәрежелі түп арасында 40 дегеніміз 5 көбейтілген 8. Азайтылған 3 дәрежелі түп арасында 72 дегеніміз 8 көбейтілген 9. Тең 3 дәрежелі түп арасында 5, азайтылған 3 дәрежелі түп арасында 9. Мына жерде 32-ні 32 2-мен түбірі қысқарады, сонда 32 қалады. Азайтылған 2. 32-ні 2-нің дәрежесімен жазсақ, 2-нің 5 дәрежесі болады. Ал көбейтілген екеусінің мына түбірмен мына түбірді бір түбірдің астына жазсақ, 2-нің 3 дәрежесіне тең. Қосылған, мына жерде 2-мен түбір қысқарады, 8. Бөлімінде қарайық. 3 дәрежелі түп арасында 5 және 8. 8 дегеніміз 2-нің 3 дәрежесі. Олай болса 8-ді сыртқа шығарсақ болады, 2 болып шығады. 3 дәрежелі түп арасында 5, азайтылған мына жерде тағы да 8-ді шығарамыз. Сонда 2 болып шығады. 3 дәрежелі түп арасында 9. Тең 3 дәрежелі түп арасында 5, азайтылған 3 дәрежелі түп арасында 9. Екінші жақшада 32-ге 8-ді қоссақ 40. Азайтылған 2. Мына жерде 5-ке 3 қосамыз 8. Сонда мына жерде 8, 2-нің 8 дәрежесін сыртқа шығаруға болады, 2-нің 4 дәрежесі болып шығады. Мына жерде 2-ні жақшан сыртына шығарайық. 3 дәрежелі түп арасында 5, азайтылған 3 дәрежелі түп арасында 9. Сонда мына 2 жақша бір-бірімен қысқарады. Алымында 40, азайтылған мына жерде 2-нің 5 дәрежесі. Бөлінген 2. 2-нің 5 дәрежесі бізде 32-ге тең. Сонда мында 8 бөлімінде 2. 8-ді 2-ге бөлсек, жауабы 4 екен. 10-шы
түбір астында 3 азайтылған түбір астында 2. Көбейтілген 72 дегеніміз 2 көбейтілген 36. Бөлімінде 3-ті жаза тұрайық. 2 түбір астында 6 азайтылған түбір астында 16, ол бізде 4-ке тең. 3 дәрежелі түбір астында 64 дегеніміз 8-дің квадраты. Қосылған 1 тең. Түбір астында 3 азайтылған түбір астында 2 көбейтілген 36-ны түбірден шығарсақ 6 түбір астында 2 болады. Бөлімінде 3, мына жерде 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда түбір астында 6 азайтылған 2 қалады. Енді мына жерде қарайық. Мына жерде 8 дегеніміз 2-ның кубы, оның квадраты қосылған 1 тең. Мына жерде бөлімін алымында түбір 2-ні жақшаның ішіне кіргізіп көбейтейік. Түбір астында 3-ке түбір астында 2-ні көбейтсек, түбір астында 6 болады. Азайтылған түбір астында 2 мен түбір астында 2-ні көбейтсек 2 болады. 6 тұра берсін. Мына жерде 3 пен 2-ні көбейтсек 6 болады. Мына жерде түбір астында 6 азайтылған 2. Мына жерде қарайық. Мына 2-ның 3 дәрежесі мен мына 3 дәрежесі қысқарады. Сонда бізде 2-ның квадраты қалады. 2-ның квадраты қосылған 1. 6 мен 6-ны мына жақша мен жақша қысқарады. Сонда бізде бөлімінде 5 екен, 5-тен 1. Ал оны ондық бөлшекке айналдырсақ, 10-нан 2, 0,2 болады.